Достар, бүгін бір қызық не айтып берейін сіздерге. Алла тағаланың тағы да бір шексіз бір құдіретін айтып берейінші сіздерге, өзіммен болған. Мен қазір қойып қояйын. Көріп тұрмын ба? Мен мынау үстіме қарамай қойсын, бір жыл, бір сағат Алла тағалама құлшылық етемін да, сосын ар жағынан тренировка жасап кетемін. Менде мынандай бір ситуация болды, өзім негізі кәсіпкерлікпен айналысып жүргеніме бір 2 жылдай уақыт асты. Соған бір кәсіпкерлігімнің бағытын өзгертейін деп біраз күш салып, біраз жігер салып, сонымен Аллах тағаламнан кейінгі осы бір 3-4 күн бойы жалынып, 3-4 күн емес, бір аптадай жалынып, жалпанып сұрап жүрмін. Кәдімгідей бірнеше сала таңдап, бірнеше сала қарап тұрып, қайсысы берекесін берер екен деп бір-екі үш рет емес, біраз ұрындым, шыны керек. Ақша жоғалттым, ұрындым, анда-бұнда жүгірдім, шын айтсам. Біраз миллиондар жоғалттым, шыны керек. Енді осы бір жұмадай, бір айдай мен уже Аллах тағалама жалынып, жарпалынып сұрап жүрмін. Қалай істесем екен, Аллах тағалам бір жолыңды бере көрші, көрсете көрші түзу жолын деп. Сосын бір 2-3 сала таңдап, сонымен кездесіп, сөйлесіп, анаған барам, мынаған барам. Әр кездесу, әр сөйлесу адамдармен. Оның бәрі де мүмкіндік қой негізі. Бірақ соның ішінде мүмкіндігі жоқ. Қорқып қалдым ғой енді. Анда ұрындым, мұнда ұрындым, біраз ақша кәдімгідей көз қомақты ақшалар жоғалтты мен, шыны керек. Енді сонымен қорқып қалдым кәдімгі бастауда. Анда бастаймын, мұнда бастаймын, мұнда барам, анамен сөйлесем, қорқақтаймын кәдімгідей. Сонымен 2-3 направление таңдап, бағыт таңдап, осыны қайсысы дұрыс екен, Аллах тағалам өзің жолымды бере көрші деп жалынып, жаралып сұрап жүрдім ғой. Сонымен алдында 1-2 рет звондағам бір кісілерге. Сосын жауап бермей қойды. Сонымен тәуекел деп кірісіп кетейін деп кеше таңертең таң атпай тағы да тұрып кәдімгідей қиналып сұрадым, не істеймін мен, Алла тағалам, қайсысы несін таңдайын, Алла бір жолыңды бере көрші, маған көрсете көрші, қайсысы бағытта қатесіз таңдайын мен, осы көрсете көрші Аллах тағалам деп, бағытын маған бере көрші деп жалынып жарпалып кәдімгідей сұрадым. Сөйтіп тренировкамды жасап, жаттығуымды жасап, таңғы асымды ішіп, таңғы асым Аллах тағала дейді ғой, таңғы асымды ішіп, сосын телефонымды қарап, ананы шұқылап, мұны шұқылап, әдеттегідей іздестіріп жатқан кезде бір кісі звондады. Оның алдында мен звондадым дедім ғой, көтермей қойды. Алдында бір-екі рет айтқан олса беттік сол кісі маған. Сол кісі маған звондады, сен звондапсың ғой маған. Давай кешке қарата сонда не болса жолығайық. Мен өзім айттым, жолығайықшы, әңгімелеп бар. Ойлаған жоқпын, бірақ қайта не бермейді жатыр. Хорошо, кешке жолығайық деді. Сосын мен барып қуанып кеттім кәдімгідей. Бұл да бір Алла тағаланың есі шығады. Күнделік жұмысын істеп, әрі бер жүрген кезде түс ауа қайтадан звондадым. Мен кешке қолым босамайды, давай қазір кездесейік. Мен асығыспын деп. Сонымен несі керек, бәрін тастай салдым да бардым жаңағы кісіге жолығуға. Бардым да сөйлестім. Ана кісі маған айтып отыр ғой. Ана кісіге айтып отырмын, осылай мен бірнеше бағытты таңдадым, қателесіп кетпеймін бе, қалай болады екен осы. Мен білмей тұрмын, бастап кетіп ертең былай болмай ма деп. Ана кісі тұрып маған бетіме қарап тұрып айтады. Қаршыға, мен айттым ғой саған, баста, осыны баста, осы бағыттан берекесін болады осы бағытта. Мен өзім көмектесем саған деді ғой.
осы сөз керек еді маған. Мен өзім көмектесем, өзім көрсетем, қалай істеу керек екенін, бәрін істеу керек екенін деп өйстіп айтып жатыр ғой маған. Осы сөз керек еді ғой маған, осы сөз, осындай бір керемет нәрсе. Осыны мен Алла тағаланың тағы да бір не істеп білем. Мен сұрадым ғой Алла тағаладан, қалай маған жолын көрсете көрші, мен сене алмай жатырмын, қорқып тұрмын. Бүйтіп алып кеп қайттан кездестіріп, қайттан жаңағы отырғызып, қайттан маған айтқызып, түсіндірткізіп шығып отыр. Мен қорқып тұрмын ғой. Көрдіңіз бе? Қорықпа, істе деп қайттан шұқылап маған, істе, осыны істе деп тұр. Алла тағала, көрдің бе? Келешекте Алла бұйырса, қандай сала, қандай не екенін айта жатармын. Өзім бастап, өзім дәмін татып көрейін. Шүкір Аллаға, оның алдында да біраз кәсіптердің шүкірін көріп, қызығын көрдім ғой, бірақ дегенмен өзі сондай адам бір ол істеп жатыр олар кәсіпке, бірақ маған тағы да бір жаңадан нәрселер керіп, жаңадан нәрселер нету керек, бағыттар шыңдар бағындыру керек. Сондықтан Алла тағалам тағы да бір құдіретін айтып өткім келіп тұр ғой сіздерге. Қызықты болса бір-екі комментария жазып, өздеріңіздің жаңағындай қызықты историяларыңызды айтсаңыздар да болады, жазсаңыздар да болады. Сол Алла тағаладан сұраудан жалықпайық. Сұрамайсыңдар дейді екен ғой, сұрамайсыңдар, сұрасаңдар беремін мен сендерге дейді. Өзім намаз оқып бұлай нетпеймін, бірақ келешекте иншалла соған келеміз ғой. Бүгін ертең болсын, бірақ өзім Алла тағала жақсы көрем. Алла тағала білем, любой жерде мені алып шығады, любой жерде көмектеседі маған, шүкір Аллаға. Таң атып келе жатыр, таңмен таласып. Алладан сұрауды жалықпайық Алла тағаладан. Ассалаумағалейкум, братва.